мынау кешке түсірген шулап жатқан көше. Канализацияның сулары осылай ағып жатады. Мынаның бәрі канализация. Машиналарын, мотоциклдерін осылай қойып қояды. Осындай жерде тұрып жатыр. Мына жердің барлығы кеше ашық тұрды, базар болды мынаның барлығы. Ит көп. О, sorry. Мен мына жерден өзіме местоположение жіберіп алайын. Әйтпесе сіздерге бір лайфхак. WhatsApp-тан етесіздер. Мына мен өзіме жіберіп тұрамын осылай местоположение. Адасып қалған жағдайда өзім тауып келе алатындай. Болды. Енді адасып қалсам қайтып тауып келе аламын. Кеше болып шулап жатқан көше. Қазір тап-таза дым жоқ. I need buy SD card. SD card. Oh yeah, he will actually, my father will actually buy. Tamam, sorun değil. Bunu da orada. Bir rampart. Çok. Bunu gece tünde түсірген. That's for child playground. Балдар ойнайтын жер. Мусор. Айналасы. Мына жаңағы біздің келген көшеміз. Мына жағында жаңа детский площадкасы бар. Мына жағы платный парковка. Мына жердің барлығы мусор. Мынау тук-туктар очередь күтіп тұрған. Такси, в общем. Мына жақтың барлығы мусор. Мына жер платный парковка. Ана ішінде парковкаға ақша алатын адам отырады. Көліктің үстіне жабатын чехолдары мынандай. Вы не сможете увидеть и 50% этого. I know. Yeah. Де қазір бір сағаттан кейін мына жердің барлығына движение басталады. Базарлар ашылады. Мына жердің чехолының түрі бар мынау. Резинкіден аяқ киімнің табанын кесіп алғанда шеге қағып тастаған. It's actually for so dog won't shit on their car, you know. Yeah. Üstüne ittер шығып жатпасын деп. Ит дейтін толып жүр көшеде, бірақ адамға бір үріп не жатқан ит жоқ. Индия таң қалдырудан шаршатпайды. Бұл жерде ашық жер тұр. This school? Yeah, government school. Бұл жер мектеп. Мектептің двор екен. Бұл жер мойка. Ашық перцтің түр-түрі бар енді. Бұрыш қоспай пісіретін тамақтар жоқ сияқты қорқудан. Сіздерге білінбей тұрған бар, бірақ қазір бәрі сыпырып жатыр ма бірдеңе. Жан-жақтың бәрі шаң. Көше қазір шаң болып тұр кәдімгі. Киім де сатып жатыр. Может, ласт. Магазин.
Mındaylar da var. Автосойдылар. Muzlu jineytiler var ekan. Takdim et. Hop. Ko'chaмен жүрүүдің өзі шағын квест екен. Тауықтар. Adam. Busy? Yeah, it's actually another passenger. We have to ask again for different people. Центральный көшеге қарай шығып жатыр көше. Арматура алып жатыр. Велосипедпен арматура алып жатыр. А? Окей. Орталық көшелері. Okay, let's see a coffee shop here. Қызыл порт деген жерге келіп жатырық қазір. Let's go inside. Очкидің түр-түрі бар, көшеге салып тұрмын. What is this one? Coconut? It's coconut. Kokos sot var mı? Ananas. Бәрі әйтеуір күліп жүр. Анда апарайын ба, мында апарайын ба деп. Тамақ ішкен жоқпын, шай да ішкен жоқпын. Сразу жаңағы қызыл портты қарап келіп жатырмын. Осынан шыққасын ертең тамақ ішеміз. Exit. О, шығатын жер дейді. Кіретін жағы мына жақта. Кеттік. Narrow lines the eye. Бұл жерде шелпек сияқты бірдеңе пісіріп жатыр. Күріш пен тауық. Не мынау? Бояу. Bu жақта сүт пісіріп жатыр кешегідей.
Küp satып отыр ма? अगर हो गया Морковты ашып сатып отыр. Салқын су. This drink water, yeah? what Drink water. no that's not you want a bottle No, no, no. No, 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 no. पानी No, no. I don't need drink. oh that's I need, actually I need tasting drink water. that's Street drink water. that is actually called soda water Hmm? soda water Soda? soda water Ah, soda. Ah, okay. No, 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 no. Type of spirit. No, 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 no. Суды тексеріп қарайын ба деп едім ғой, шетін суы бар деп. Не дейді? Спрайт сияқты, в общем. İçine не, газ қосылған. this side Red Fort and that side you will see like Chor Bazaar, Chandni Chowk and This side, everything. yeah? Yeah, that's good. Okay. And you see how a lot of people are here. It's actually very few people here right now. What is this one? Bhelpuri. Delpuri? Bhelpuri. Good, not good? Yeah, it's actually good, but I would suggest you not to try right now because you know, untamed stomach it will won't be good for your digestive. Әлі тамақ ішкен жоқсың дейді. Тамақ ішкеннен кейін болмаса дәмін қалуға қазір керек емес дейді. Oh, Tattoo, but not permanent. It's actually like a temporary tattoo. tattoo. This here. Simple. You just put ink. Татуировка. Тут татуировка салып береді уже. Үстен газет оқып отырмын жерден. Жерде ұйқым тиіп отыр. Айран, в общем. You want try it? Ашыған сүтпен мұз қосып береді екен. Қапшық заттары бар жігіттер отыр. Ұйқым тіреп отыр. Қарадан қарап баса береді да сигналды. Жаққа туристер. Мына жерде просто кішкене біздер неше қазір Қазақстанда сағат 9:30, мұнда 10 болып жатыр. Сондықтан кішкене адам аз дейді. Негізі түстерде келетін болсаң, мына жерде адам өте көп жүре алмайсың дейді. लाल किला के एंट्री की तरफ जा रहे हैं Мына зат сатып отыр екен ғой. लाल किला देखना था Аяқ киім сатып отыр, оказывается. और साथ में Ансардың баласымен шықтым бүгін. Өзі жұмыс жасасын деп, мен жетпейін деп. ठीक है हाँ
हाँ वो समझ गया Mас, ки, не керек. Очки, тамақ, бәрі бірге тұр ғой. Мыналардың барлығы, оказывается, саудагерлер екен отырған. Полиция келіп қалғанда осылай жинап тастайды. Полиция жоқ кезде жерге жайып қойып, ашып отырып сата береді. Мына жерде де сауда жүріп жатыр. Редфордтың алды. Мынау енді ұлттық киімдермен жүрген адамдар екен, жалаң аяқ. Сари. Аяқ дейтін ағаш болып кеткен болар, бұл кішелер. Мына жерден жат бірдеңе. Бұл жаттың түрі бар. Қазір кіреміз берсе, әлі жете алмай жатыр. Кіретін жеріне. Бәрі жалаң аяқ жатыр. Кіретін жеріне жақындаған сияқтымыз. Адамдардың барлығы осы жаққа қарай кетіп жатыр. Мына жігіттің заты көп екен. Охрана толып жүр. Жоғарында охрана жүр. Кіретін жері мынау походу, да? Кіретін жағы осы жерде. Очередке тұрайық. Which side? Жергілікті халықта көп екен келіп жатқан. Кіру құны 600 рупий. Егер музейіне кіретін болсаң 900 рупий, 950 рупий бар. Not museum, музей. Музейге кірмеймін дедім, қажет жоқ. Қалай көріп шықсақ та сол жететін сияқты. Өте үлкен өйткені. Так, мен қанша 700 бердім. Ол маған 100 беру керек. Билет сататын жер. Waiting. Ақшаң алып та кетіп қол. Билетімді берді. Thank you. Сдачымды берді, билетімді берді. Так, енді билет алғандар қай жаққа барып жатыр, көрейік. Мен қасымдағы бала айтады. Сен өзің бөлек барып ал дейді билетті. Егер қасыңда местный гид жүргенін көретін болса, ұнатпайды дейді. Проблема болуы мүмкін дейді. Екеуміз екі жерге тұрайық деп. Сосын мен бөлек барып алдым, ол әлі очередте тұр. Бір жағынан алдым. Билетті алып алып енді басқа жағына кетіп жатыр. Жай сөйлейтін адам жоқ. Көлік жүретін жерде жүрсең сигнал. There actually used to be water here. Water. Yeah. Мынау қорған очень. Сырты мына жер су болған кезінде. Бұл кіретін жерге жеттік әйтеуір. Билетті охранаға береміз. Окей. И кіреміз. Билетті сатып алғаннан кейін бір 10 минутта жүріп келдім бері қаратай. Билет алғаннан кейін сразу қасында емес.
кіретін жері. Мына жерде досмотрмен кіргізеді екен. Опа. Мынаны шешеміз. Опана. Белімдегіні шешкен жоқпын, шешкізер ме екен? Я. No? Болмайды дейді түсіруге. Опана. Охрананы түсіруге болмайды дейді. Бізді түсірме деп жатыр. Менің балам қайда екен? Үшін мен қасындағы жігіт айтады, мен сенімен бірге жүре алмаймын ішке кіргеннен кейін дейді. Сенен алыс жерде жүремін дейді. Екеуміздің бірге жүргенімізді білмеу керек дейді. Үшін егер гид екенін білетін болса, тиісетін болып тұр ғой, проблема болады. Туристердің көп келетін жері. Мынау енді ана жерде охраналар тұрады. Мысалы қарағанда жоғарыдан қарап тұрады. Мына жер су болады. Сырттан келген, мысалы шабуыл жасауға келгендер маған жақындай алмайды да. Күштілер. Қақпалары бұрынғысымен тұрған сияқты. Красный портқа да кірдік. Жолларының қалыңдығы дейтін. Кәдімгі тастан салынған сияқты. Цельный бар ғой, цельный тас. Сүйектен жасаған. Мына жағында не бар? Мата сатады. Мата сататын жер екен. Браслеттер кілең. Индиянкалардың жақсы көретін. Жалтыраған. This how much? The bronze. Bronze, how much? 250. 250. 250 рупия бронза дейді. The number is colors. Not gold? Gold? No, there is No gold? bronze, crystal, metal, oxidized. Бронз бар, металл бар, кристалл бар дейді. Дениске сумкалар. This how much? 100? 600 теңге мынау. Very good. We have more design, more colors in that. Lots of design in that. 600 теңге. Ішін, походу, базар қылып жүрген ғой мынаны. Var 500 рупия дейді. This silk? Silk and wool. Silk and wool. Жүн мен не? Жібек. Так. Бұндай жерлерден ештеңе сатып алмаймыз. Өйткені егер ана сумкалар мына жерде 100 рупия тұратын болса, демек базарда одан да арзан болады.
Бұндай жерден тек магнит алуға болады. Магнит қарайық. Redport'тың магниті болса егер. Jenny, I do. Өтіріш братишка. लगा बस 10 साल बाद काले ऊपर है Негізі осындай магниттер жақсы, мықты. Көпке дейін кетпейді да несі. Арты целиком магнит. 300 болса 300 ала салайық. 1800 теңге ғой. 3 магнитке 1800 теңге нормально, в принципе. लो 300 काटना Ой, сығып салып берді мына. कैरी बैग Еге. Thank you. Біздің бала қайда? Келіп сыртынан қарап жүру керек негізі. Магнитімді алдым бастысы. Әдемі өте. Төбесінің барлығы бұрын сурет болған. Қазір уже кетіп жатыр. Қолөнер. Может. Мынау үстіне шыға алмайды екенбіз да. This museum? I don't have ticket for museum. What do you want to say? Only inside. We will see afterwards. Бірақ кофе ішіп алу керек. Maybe coffee? No entry. Еще походу өте үлкен екен. Мынау енді кезіндегі басқарушылардың тұрған қорғандары. Осының ішінде өмір сүрген. Баяғының архитектурасы. Мынау целиком тас екенін мынандай жерлерден білуге болады мұны. Андай құйылмаған, ештеңе етпеген, кәдімгі таудың тасын әкеліп, кесіп әкеліп салған. Және де мына жердегі мына жазулар. Қай жылғы жазулар? Арабша ма? Алиф. Арабша жазылған. Оқып білетіндер айтарсыңдар, не жазылып тұрған. Мынаның барлығы жазу. Паузаға қойып қойып, асықпай оқуға болады. Тастан кәдімгі ойып жазған. Әкеліп жабыстырған емес, басқа емес. Таста ойған алып. Жоғарда мынау бәленбай ғасыр бойы бұрын салынған суреттер ғой.
әлі солаймен сақталып тұр. Мыналардың сыртын әдейі жауып қойған, адамдар тимесін, кетірмесін деп. Кәдімгі краскасымен тұр. Тек адам аздау жағымен жүрейікші. Бір жай сөйлейтін адам жоқ, бәрі айқайлап, кішкене бір тыныш жер тапсам қуанасың ғой кәдімгі. Ой рахат-ай деп. Бұл жерде мен пока дронға бір запрет қойып тұрған ештеңе көрген жоқпын. Сондықтан дронды жайлап ұшырып алу керек сияқты. Жоқ, ана жерде охрана отыр да. Бір охрана жоқ жерге ұшырып жіберу керек дронды. Бірақ бұл жақтың заңында құдай білсін. Ұстап алып қамап тастаған. Бұл жерде екі охрана отыр. Бір охрана жоқ жерге, тыныш жерге барып отырғым келіп тұр шөптің үстіне. Ұшып кетсе болды ғой, ешкім байқамайды оны. 200 метр жерге көтеріп тастасаң болды. Мына жерде дейтін. Мына қызыл нелердің ішінде ақ бірдеңе тұр үлкен. Қазір қазынан көреміз. Тек, мен балам қайда? Адасып қалмайық. Қандай әдемі, иә? Жоғарыларда мына мынаған бірдеңе ілетін болып тұр ғой. Ілген кезінде, то есть темірден домалақ кольцолар жасап қойған. Индия негізі барлық жағынан таңғалдырады, архитектурасы, мусор да бар, таза жерде бар, елки. Вообще жүргенде бәріне таңғалып жүрсің ғой. Оларды цельный тоже. Бүтін тас. Тек мынау бөлек екен, мынаны әкеліп ішіне қоя салған міне. Асты бөлек, ортасы бөлек. Атак былай кәдімгі бүтін тастан жасалған. Мынау дейтін енді білмеймін. Мынаны сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Ақ тастан жасалған ба? Ішіне мозаика кәдімгі нелер кіргізіп тастаған суреттерді. Әйнекті құттай тазалайтын болған екен, күн түсіп тұр кішкене. No. Ар жағы есік ішінен шығатын болып тұр ғой мына жерге. Так, мына қызыл порттың ішінде мысалға қалай ойлайсыздар, мынаны бәленбай ғасыр бұрын жасады ғой. Мыналардың барлығын бірдей қылып қалай шығарған? Ешқандай лазерный аппарат ештеңе болған жоқ, мысалы қарап тұрсаң. Барлығы бірдей суреттері. Мына жердегі мына оюлар мысалға барлығын бірдей қылып шығарған. Мынаны қазір қолмен жасап жасадыш. Осындайдың 10 бірдей қылып, мынандай мрамордан ойып. Қолмен жасай алмайсың мынаны. Мынаны қалай ойған? Цельный мрамор тас екен, мына жерден көруге болады, сынған жерлерден. Мына бір жерінде мына мынандай жер бар. Мына жерден толик отыратын болған, немесе бірдеңе қоятын болған, постоянно желініп қалған да. Іші дейтін үлкен, мынаны толық аралап шығуға бір жарты күн уақытым кетіп қалады. Мен сондықтан бұның ішінде көп жүрмеймін.
Қазір бұйыртса базарды қарап шығуым керек. Сосын ертең уже басқа жерге, басқа қалаға қарай қозғалуым керек. Шөптің үстінде сықиып жатып демалуға болады. Мына қараңыздар. Мынау терезе. Бұл да тас. Тасты ойып жасаған. Бәрін бірдей қылып. Енді ойлап қараңыздаршы, мынау бәленбай ғасыр бұрын мынаны қалай жасауға болады вообще? Миға сыймайды ғой мынау дейтін. Менің миыма сыйып тұрған жоқ, білмеймін мынаны қалай жасауға болады. Қазір осындай етіп жасап бер десе, адамдар жасай алмайды мынандай етіп. Ешқандай лазер ештеңені қолданбай жасап бер десе. Керемет қой, а? Есігін жауып қойды, кіруге болмайды. Ішінде ештеңе жоқ. Пустой, дұрыс көрінбейді. Қараңғы болып тұр. Так, менің қасымдағы балам қайда, таппай қалдым ғой. В общем, мынаның үстіне шығуға болмайды. Әлі гүлдер, салынған суреттер. Барлығы солаймен қалып қойған. Мынаны қалай отырғызған мұнда? Қараңыздаршы. Басқа түстегі тасты әкеліп мынаған тыққан. Мына жерге дейін міне. Мына жері қызыл, мына жерін ақ, мына жерін басқа түс қылып. Білмеймін, мына эмоциялардан дейтін. Потолокты қараңыз. Бұрын не болған? Алтын түсті болған. Уже кетіп жатыр. Шеттері алтын түсті болған. Өте әдемі жер, өте. Ана жерлерде, мына жер жауып тұратын перде ма бірдеңе ілініп тұрған ғой, кольцолар тұрған. Домалақ. Оның барлығы мрамор. Бізде мына недегі Өзбекстанда көргендерде бәрін ағаштан ойып жасаған ғой. Мына жақта тастан жасаған барлығын соны. Зардап шеккендерге арналған галерея дейді. Мынандай. Бәрі келіп фотоға түседі үшірге. Туалет. Мен әлі таң атқалы тамақ ішкен жоқпын. Сондықтан хотя бы бір аяқ кофе ішіп алу керек. Мына жерде каналдар болған. Қазақсың ба, брат? Деп айқайлайсың. Қазақ болса қарайды. Мына жерді аралау үшін көп уақыт керек. Толық аралап шығу үшін. Мына жердің несі? Ауасы күшті болып тұр кәдімгі. Көк шөптің иісі шығады. Көлеңке андай салқын леп соғып тұр күшті. Алдымызда кофе ішетін жер бар екен, как раз. Бір кофені алып алып, әншіге шөптің үстіне отырып алып, жайлап ішпеймін бә. Өткендегі Атыраудағы жаяу жүріп дайындалған. Осындай жүрістерге дайындалдым ғой. Мынадан шығып үлкен базарға барам. Ол базардың ішінде құдай білсін неше километр жүретінімізді. Мына жерде уже мусор шашып бастап жатыр. Таза жерді бүлдіріп бастап жатыр. Жұмыртқа бар ма екен, жұмыртқа жеп алатын.
қорқып жүр жақындауға. Менің сенімен бірге жүргенімді біліп қалса, тиісуі мүмкін деп. Қандай тамақтар бар екен қарайық. Пицца бар екен. Pizza. Oh, sir. How much pizza? 110? мына жазылып тұр екен ғой. Айскрем, паста. бағалар осындай, в общем. एक थम्स अप और एक सैंडविच. हाँ. Bir кофе, bir сушняк. 155. 155. हाँ. 50. Yes. And 10. 155. Bir пепси мынандай. Bir үлкен сэндвич. Bir кофе. 850 теңге. Теңгемен. В общем, Индияға көп ақшамен келмей қойып алады. Жетеді. Что? Кофесі тәп тәтті. Сағат 12:30 болып жатыр. Енді тіріліп жатыр. Короче, қараңдар, мен ананы не колесо обозрения екен десем, қандай жылдамдықпен қозғалады қараңдар. Ананың ішіне құшып қояды сияқты. Ал осының ішіне кіріп шықтық. Өте әдемі, территориясы өте үлкен. Мен толықтай қараған жоқпын. Өзіме қызық жерлерді қарап шықтым. Өйткені бұған бір күн толық кетіп қалады. Толық қарап шығу үшін. Шығып кетейік жайлап. Саяхатқа шыққанда аяқ киімнің ыңғайлы болуы өте маңызды. Ондай кейбір аяқ киімдер мысалға бір шамалы жүріске аяқты ауыртпайтын болуы мүмкін, қажамайтын болуы мүмкін. Бірақ ұзақ жүріске шығып кеткенде сондай ыңғайсыздықтар туындайды. Қажайды, жара қылады аяғымды. Бұл аяқ киіммен мен бірталай жерге барып келдім. Тексерістен өткен аяқ киім үшін. Автоматпен отыр. Вопросы есть? Ал. यहाँ पे he's saying that drone is not permissible here. No, outside. No, not even outside. बाजार में उधर Take video for YouTube. 1 minute. No, drone नहीं लगा सकते. В общем, дронға вообще рұқсат жоқ. Мұнаның үстінен түсіретін болсаң өте әдемі болады да негізі. Что?
is actually, you know, like a small ferry. Circus, you see? Sirk. People just make a stand over here to build their shop. This is for kids actually. yeah. Mostly kids. Mына жердің бәрі балдардікі деген. Тамақтың бәрін мынандай әдемілеп қойған. Спагетти, That is what you're asking for, pav bhaji. That is it's called pav bhaji. пау баджи. Yeah. This is called litti chokha. Litti chokha. Пипи чока. Тамақ жегім келіп тұрған жоқ, жаңа сэндвич жеп алдым жарайды. This exit, yeah? Exit? Yeah. Адам аз болды деп. Міне, мен шығып жатырмын, келіп жатқан адамды қараңдар. В общем, келетін болсаңдар, ерте келіңдер, ерте. Таңертең сағат 9:30, 10-дарда келсеңдер, нормально, кішкене аз болады халық. आइए जामा मस्जिद आइए चांदनी चौक आइए जामा मस्जिद